Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге қолжетімді заттардан тұратын әрі өте оңай, тез дайындалатын булочканың рецептісімен бөлісемін. Егер видеоны соңына дейін көріп, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаймыз. Сіздермен бірге меруерт, менімен бірге дайындаңыздар. Ыдысымызға сүтімізді құйып, содан соң қантымызды салып, ашытқымызды салып, араластырамыз. Мен ашытқыны тексермеймін, егер де ашытқының жұмыс жасауына сенімсіз болсаңыз, 15 минутқа бетін жауып қойсаңыз болады. Содан соң жарты қасық тұзымызды қосып, жұмыртқамызды қосып, тағы да араластырып шығамыз. Енді ұнымызды шет-шетінен қосып отырып, қамыр болғанша араластырамыз. Барлық құрамдарды видеоның басынан әрі төменгі описаниядан көре аласыздар. Араласуы қиындаған соң, қолмен илеуді бастаймыз. Дайын болған қамырымызды ыдыстан алып, бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызды қосатын боламыз. Қамырымызға барлық майларымызды салып болған соң, осындай қозғалыстар арқылы біріктіріп шығамыз. Қиындық туғызуы мүмкін, тіпті қамырым дұрыс шықпай қалды ма деген ойлар да келуі мүмкін, бірақ 3 минуттан кейін қолыңызға да дастарханға да жараспайтын күйге енеді. Сол кезде өте керемет болып шығады. Ал егер де осылай қиындықпен қозғалғыңыз келмесе, әрине жұмыртқа қосқаннан соң сұйық май қоссаңыз болады. Бірақ біз қанша грамм сары май қостық, сонша грамм сұйық май қоссаңыз жеткілікті. Міне қамыр өте жұмсақ, тіпті мұндай болады деп ойламайсыз. Өте жақсы. Енді бөлек ыдысқа таза ыдысымызға салып, бетін жауып, мені ылғи да қамырды қызып тұрған пешке қатты қыздырмаймын. 1-2 минут қыздырып алып, қайтып духовканың ішіне салып қоямын. Қайтып өшіріп қоямын, іші сәл ғана жылы болып тұрады, сол аралықта көтеріледі. Бізде міне көтерілген екен, дайын болды, жақсы көтерілді. Менің ең сүйікті сәтім. Енді қамырымызды ыдыстан түсіріп, бөліктерге бөлеміз. Бөліктер бірдей болғанын қаласаңыз, таразыға өлшеп алсаңыз болады. Дөңгелектетіп аламыз. Әр дөңгелек қамырымызды матаның астына салып қоямыз. Дөңгелек қамырларымыздың бетін жауып, 15 минуттай көтерілгенін күтеміз. Булочкаға мен джем қосатын боламын. Кез келген болса бола береді, ең басты осындай қою болса болғаны. Енді бір қамырымызды бөлек алып, осылай бір шетін созып шығамыз. Содан соң оқтаумен қалған бұрыштарын жаямыз. Булочка рогаликтердің пішініне ұқсас болып келеді. Егер басқаша етіп жасауларыңыз келсе, өз еркілеріңіз әрине, бірақ осылай да әдемі болып шығатын секілді. Әр бөлікке мен 1 шай қасықтан қосып отырдым. Осылай жан жағын бекітіп, видеода көрсетілгендей етіп, ақырын ғана орап шығамыз. Сосын осындай рогаликтерге ұқсас болып келген соң, осылай жан жағында бекітсеңіздер дұрыс болады, себебі ашылып кетуі мүмкін. Міне біздің рогаликтерге ұқсас булочкамыз дайын. Енді бетін 15 минутқа жауып қоямыз. Былай көтеріледі, көтерілген соң жұмыртқаның сарысын бетіне жағамыз. Немесе сүтпен бетін жағып шықсаңыз болады. Ештеңе жақпай қоюға да болады. Соңында қант ұнтағын себе саласыз.
Енді қызып тұрған пеште 180 градуста 18 минут пісіріп аламыз. Піскен ағаштай ақшамен көрсеңіздер болады. Менде дайын болды. Енді бетіне қант ұнтағын сепіп шығамыз. Бұл әрине міндетті емес, жай ғана әдемілік үшін септім. Булочкалардың дәмі өте күшті болған. Тіпті сөзбен айтып жеткізу де мүмкін емес. Сіздерге де кеңес етемін. Жасау жолдары өте оңай, өздеріңіз көргендей, тек қана өз уақыттарыңызды бөлсеңіздер болғаны. Менімен бірге жасаңыздар. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Қазір ортасын кесіп көрсетемін. Ортасы да күшті болған. Тіпті джем мен дәмі мүлдем ерекше. Сіздермен болған меруерт. Видеоны соңына дейін